юғасу бимаин, оларға су беріледі, кәл мүхіл. Тура анау темірді ертесің ғой, қып-қызыл, ол бір завод еріп тұрады ғой. Сол сияқты қайнап ерген бір су алып келінеді дейді. Яшвил вуджу, сол суға жүздерін бұрған кезде бет терілері сыпырылып түсіп қалады дейді. Ішкен кезде шектері үзіледі. Бірақ ол шек оған уже керек болмайды, өліп баратыр. Түсіп кетуге дайын сол судың ішіне. Сол жаңағы нәрсені олар ішкізіледі дейді. Алланың ішімен де қарасақ, бұл деді Аллахтың айтқан істеп, ешкім аштан қалып жатқан жоқ, адал нәрсеңді жеп. Жалпы біз осы малдан айырмашылығымыз, малда ішіп жейді, біз де ішіп жейміз. Бірақтан біздің малдан айырмашылығымыз не? Құран аятында келеді. Аллах Құран аятында айтқан: "Фалиянзурил инсану иля таамих", адам баласы қарасын ішіп жеп жатқан тамағына дейді. Бүгін жақсы тамақ жеп жатырмыз, ертең дозақта қайнаған сумен ірін ішіп кетпеу үшін. Қарасын тамағына дейсін, Аллах айтады. "Фалиянзурил инсану иля таамих анна сабабнал маа сабба ва шақақнал арда шаққа", біз сондай көктен жаңбыр жауғызып, оны жерге құйып, одан жаңағы жерді жарып, одан дәнектерді өсіріп, неше түр бір жемістің, тағамның неше түрін бәрін шығарып келді дейді. Не үшін деп келеді? Матааллакум, сендерге тамақтандыру үшін, вали ан'амикум, және малдарды тамақтандыру үшін дейді. Неге адам мен малды қосып жіберді? Сондай көркем тамақтың бәрін айтып келді. Бірақ аят немен басталды? Аят басталғанда мал айтылған жоқ. Аят адамнан басталды. Фалиянзурил инсану иля таамих, қарасын адам тамағына деді. Ойлансын, тамақ қайдан келіп жатыр, кім шығарып жатыр, кім берді? Мына дүниенің бәрі біз үшін жаратылған, ал біз жәннат үшін жаратылған едік. Дозақтан андап кетпеу керек. Сөйтіп бәріп келді, сен тамағыңа қара, бір жұтым су ішсең, ол Аллахтың арқасында, бір үзім нан жесең Аллахтың арқасында. Біз оны құр тек қана ішіп қойып жатқан жоқпыз ғой, рахаттанып. Ішіп болғаннан кейін ол денемізге қалай тарап жатыр? Біз ба таратып жатқан? Керек витаминін, кальцийін, көміртегін, басқасын жан-жаққа бөліп жатқан? Қалай ол тарап жатыр? Қайсы қанға қалай кетіп жатыр? Қайсы миға қалай кетіп жатыр? Қайсы бүйрекке қалай кетіп жатыр? Қайсы асқазанға, қайсы керексізі қалай шығып кетіп жатыр? Соның бәрін біз ойланып жатырмыз ба? Жоқ, біз тек қана ішкенді білеміз, жегенді білеміз. Егер сол жеген тамағымызға қарап, ойланып, оның қайдан келгеніне, қайдан кеткеніне назар салмасақ, онда мал сияқтымыз да. Мал да ішеді, жейді, бірақ ойланбайды. Ойланбайды. Кім жем салып жатыр, кім су салып жатыр. Ал адам баласы ойлану керек. Кім оны шөлдеген кезде сусын берді, қарын ашқан кезде кім оған тамақ бергенін адам баласы ойлануға тиісті екен. Ертең оған ойлануға, сол үшін мұсылман баласы дастархан отырған кезде бірінші айтатын сөзі, дастархан көрген кезде: "О, қандай керемет тамақ" деп бастамайды мұсылман. Бірінші сөзі бисмиллах дейді, Аллах деп, Аллахты еске алады. Анандай керемет тамақтың алдында, шахуаттың алдында Аллахты бірінші қояды. Сол үшін біз адамбыз. Сол үшін адамбыз. Мына харам, мен бұны ішпеймін деп. Сол үшін біз адамбыз. Шошқа емеспіз, не болса астауына нені салсаң да жей беретін. Мынаны шошқан етін жемеймін. Мына мен арақ ішпеймін. Мен таза тамақтан жеймін деп. Сол үшін біз адамбыз. Оны істемесек, біз хайуанбыз, мал болып кетеді екенбіз. Енді сол Аллах Тағала айтады, олар дозаққа түседі, күйдіруші, онда сондай бір шегіне жетіп қайнаған судан ішкізіледі. Ол су сонда беттерін қуырушы, теріс түсіруші. Одан кейін ішетін суны айтқан екен, Аллах айтып жатыр: "Лайса лахум таамун", онда енді тамақ жоқ дейді оларға. Болды. Мына дүниедегі сияқты рахаттанып, жейтін, бір шашлық жеп қайтайықшы қаланың сыртына барып. Ана жақта бір жақсы шұбат бар екен. Ана бір неде лағманды жақсы істейді деген әңгіме жоқ, болды ояқта. Лайса лахум таамун, жоқ ондай тамақтар. Илля, бірақ бір тамақ бар, мин дариин, дариқ деген тамақ бар дейді. Дариқ түсінікті болу үшін бұл дозақтағы тамақтың бір өзі Абдулла ибн Масуд түсіндіреді. Дариқ дегеніміз дейді, арабтарда шибриқ деген бір өсімдік бар дейді, тікен өсімдігі дейді. Ол кішкене бойында дымы бар, суы бар кезде, көк болып тұрған кезде, түйе кішкене содан жейді дейді. Ал енді ол кеуіп қалған кезде дейді, түйе оған жоламайды дейді, мүлдем. Сондай қатып қалған тікен дейді. Және өте улы өлтіреді дейді. Улы өлтіреді дейді. Сол шибриқ деген өсімдікті көк кезінде арабтар шибриқ деп атайды да, кеуіп қалған кезде дариқ деп атайды дейді. Түйе жоламайтын тікен, улы. Енді білеміз, түйе деген жантақты да жейді, тікенді де жейді.
Түйен жеген нәрсені біз жей алмаймыз. Аузымызға сала алмаймыз жантақты. Тікенді сала алмаймыз аузымызға. Біз құрғақ қалған шөптің өзін шайнай алмаймыз. Ал енді түйе соны жеді, бірақ та кеуіп қалған кезде түйе оған жоламай, жей алмай қойды. Түйе жей алмайтын нәрсені дозақта адамдарға жегізіп қояды Аллах тағала. Және ол дозақта. Бұл жақтағы нәрсені түйе жей алмады, бұл жақтасын, дозақтағысын, оны Алла білуші қандай сұмдық тамақ екенін. Оларға ешқандай тамақ болмайды, олардың жейтін тамағы дари болады, ол тікенге ұқсаған дозақта сондай бір улы шөліңді одан сайын арттыратын бір тамақ екен. Және ол тамақ жегенде рахаттану үшін емес, саған қинап азап үшін жегіздіріледі. Және ла юсмину, ол тамақтан бойыңа ет келмейді. Уала юғни мин жу, ол тамақтан толмайды да, тоймайды. Аштығыңды кетірмейді. Өліп баратсың, жейсің сон. Аштан. Шөлдіп баратсың, ішесің қайнаған судан. Одан шөлің қанбайды, ішесің, жегің келеді, жейсің, қарның тоймайды да, бойыңа күште келмейді, сонымен азапты көреді екен. Аллах тағала осы жерде жаңағы 7-ші аятқа дейін қияметтің күні айтқаннан кейін ойаққа түскендердің, күнәһарлардың жағдайы не болатынын хабарлап кетті. Аллах тағала ондай ахуалдан сақтасын. Шынымен өзіміз үшін де одан қатты қорқайық. Біздер туысқанымыз үшін де одан қатты қорқайық. Жаңағы сіздерден сұранатын әрбір өтінішім, мына өзі исламда өте маңызды мәселелер бар. Таухид, жәннат, дозақ деген осы нәрсеге, намаз деген мәселелерге көбірек көңіл бұрыңыздар. Соңғы тұратын мәселелермен айналысып кетіп, уақыттарыңызды босқа өткізіп қалмаңыздар. Мұсылманмен шұғылданып кетіп қалып жүрмесін. Қанша деген әлі дінін білмейтін, дымын білмейтін адамдар жүр, соларға уақыттарыңызды бөліңіздер. Ойланыңыздар, қалай айтам, қалай жеткізем, қалай оларға барып түсіндірсем екен, қалай ана кластасым бар еді, соған қалай айтсам екен, қалай жеткізсем екен деген әрбір сөзіңді жұпта, Құдайдан сұра. Бізге пайғамбардың көрсеткен жолы сол. Пайғамбар айтқан Құран аятында Аллах тағала пайғамбарға айтқызған: "Құл хадихи сабили", айт, бұл менің жолым де. "Аду илаллахи", Аллахқа шақырамын. "Ала басиратин", дәлелдерменен, "Ана мен уа маниттабани", маған ергендер деп біздерді айтып кетті да. Егер біз пайғамбардың үмбетін есептейтін болсақ, онда біздің қазіргі негізгі шаруамыз адамдарды Аллахқа шақыру. Пайғамбар сол үшін Құран аятында айтқандай: "Фафирру илаллах, инни лакум минху назирун мубин". Аллахқа қарай жүгіріңдер, Аллахқа қарай жүгіріңдер, мен Аллахтан келген ашық ескертушімін деген да. Осы Аллахтың сөзі мен пайғамбардың сөздерін сондай ғапыл жатқан, бейғам жатқан халықтарға барып жеткізу керек. Бір 5 минут болса да, 1 минут болса да, ертең ол дінге келіп атқа, саған да сауап, оған да сауап, сен құтқарған боласың. Егер сол дінге келмеген, таухидты түсінбеген арасында біздің туысқандарымыз жүрген болса, қандай өкінішті. Қандай өкінішті. Біз қазір соларды ойлағаннан, басқа біреуді ғайбаттау емес, сол азаннан кешкен дұғамызбенен, сонымен дағуатымызбен ақ шұғылданып кетер едік. Егер соның қандай қиын екенін білсек, сол үшін шайтан бір жаңағы пайдасыз істермен шұғылдандырып қоймасын, бауырлар. Кейін бұл дозаққа түсетіндердің ахуалын сипаттағаннан кейін Аллах тағала келесі аятында енді жәннатқа кіретіндерді сипаттай бастайды. Аллах тағала біздерді солардың қатарына қоссын. Аллахтан шынымен де сұраймыз. Шынымен де бұл дүниеде бүкіл жақсылықты көріп, жәннатқа кіре алмай қалсақ, онда біз ештеңе көрген жоқпыз, бауырлар. Бұл дүниеде бүкіл қиындықтан құтылып, дозақтан құтылмасақ, онда біз ештеңеден құтылған жоқпыз, бауырлар. Ең қатты ойландыратын нәрсе сол. Шынымен де өз-өзіңе отырып, менің ойлап жүрген ойым, жүрегімдегі пікірлер, істеп атқан тірлігім, көпшілікпен болғандағы жағдайым, жеке қалғандағы жағдайым жәннатқа кіруге маған үміт бере ме деп бір ойлануымыз керек. Осы менің істеп атқан тіршіліктерім ертең күнәға, осы күнәларым дозаққа сүйреп кетіп қалып жүрмей ме, мойныма қалал болып түсіп деп бір мезгіл өзімізді көбірек ойнауымыз керек. Сол үшін шынымен де өзінің айыбын ойлайым деп біреуге уақыт таппаған адам ең жақсы адам деп келетін сол. Омар разиаллаху анху айтады: "Адамдар туралы сөйлей берсең, жүрегің ауру болады" дейді. Аллах тағаласы туралы ойлай берсең, жүрегің нұрлана береді дейді. Нұрлана береді. Көп зікіріміз Аллах болсын. Көп шүкіріміз Аллахтан шүкірлік қылу болсын. Сондықтан сол жаңағы Аллах Құранда айтқан: "Фаман зухзиха аниннар", егер кім дозақтан құтылса, ва удхилал жанна, кім жәннатқа кірсе, фақад фаз, міне сол табысқа жетті дейді. Міне сол бақыт дейді. Бізге сол керек қой. Басқа не керек? Мына өмір таусылады. Білмеймін мен, бір ай өмірім қалды ма? Сіздер де білмейсіздер қанша қалған.
1 жыл өмірім қалды ма, Алла біледі. Бірақ осы сәтте, әрбір сәтте ілгергі өтіп кеткен мұсылмандар өзіне сұрақ қойған сияқты, мен дайынмын ба өлуге деген сұрақты қоя білуіміз керек та. Мен өліп кетсем дайынмын ба? Өліп кетсем менің әке-шешем, бала шағам дайын ба, олар артта қалған кезде дін ұстап қалар ме еді? Мен өз міндетімді орындай алдым ба, орындай алмадым ба деп осы сұрақты өзімізге бір мезгіл қоюымыз керек. Ал жәннатқа кіретіндерді Аллах Тағала былай деп сипаттайды. Уджуху яума идин наима. Ал күні бір жүздер болады, сондай нығметке бөленген, нұрланған, жүздерінде сондай қуаныштың белгісі бар бір жүздер болады да. Аллахтан жақсы хабар жетті оларға. Күнәлары кешірілді, құлшылықтары қабыл етілді, қуанды. Олар Алладан риза болып тұр. Аллах олардан риза болып тұр. Сол үшін шынымен пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Ман ахабба лиқа Аллахи ахаббаллаху лиқааху." Кім Аллахқа жолығуды жақсы көрсе, Аллах Тағала оған жолығуды жақсы көреді. Мән кариха лиқа Аллахи, кім Аллахқа жолығуды ұнатпаса, қаламаса, кариха Аллаху лиқааху, Аллах оған жолығуды қаламайды дейді. Аллах ұнатпайды оған жолығуды. Алла Пугачева келді десе, билетін алып жүгіріп баратын бейшара, Алланың сөзін есту үшін мешітке келе алмаған бейшараны бізде қалайса онан үміт қыламыз жәннатқа барады деп. Не болады о бейшараның жағдайы? Тегін келіп мешітке уағыз тыңдауға жарамай жүр, ақшасын беріп күнә жинап жатыр да. Ал-хайру касир, фаилуху қалил дейді. Істейм десең жақсылық көп, бірақ істеушісі жоқ дейді. Күнәні сатып алады, арақты сатып алады, зинақорлықты сатып алады. Аллахтың бүкіл есімдерін атай отырып, Аллах Тағаладан шынымен ертең қияметтің күні болған кезде, жаңағы хадисте пайғамбарымыз айтқандай, ертең кім Аллахқа жолығуды қаласа, Аллах оған жолығуды қалайды, кім Аллахқа жолығуды ұнатпаса, Аллах оған жолығуды ұнатпайды деген хадисте, осы хадис айтқанда Айша анамыз пайғамбарымызға сұрақ қойған екен: "Я Расулалла, күллуна накрахул маут." Ей Аллахтың елшісі, Аллахтың бәріміз өлімді ұнатпаймыз ғой, өлімді ұнатпағанымыз Құдайды ұнатпағанымыздай болып қалып жүрмей ме деп сұрақ қойғанда, сонда пайғамбар: "Жоқ" деді, "сен ойлағандай емес ол нәрсе. Ертең жақсы адам өмірден өтеді, өткен кезде одан Аллахтан жаңағы жан алушы періштесі келеді, сөйтіп оған: ей көркем рух, Аллахтың мейіріміне қарай шық" деп айтады. Сонда ол қуанып кетеді, жақсы хабар жетті. Кеудеден сенің жаның шығатын кезде Аллахтан келген сондай сүйінші сөзбенен шығатын болсаң, бұл біліңіздер ең бақытты сәт. Ештеңемен салыстыруға келмейді. Егер сенің сол кезде жаңағы оған жақсы айтады дейді, Аллахтың мейіріміне қарай шық, Аллахтың ризашылығына қарай шық деп айтады, сонда жаңағы жан дейді Аллахқа жолығуды қалап кетеді дейді. Қиямет күні тезірек болса екен біліп тұрды, Аллах кешірді. Көз көрмеген, құлақ естімеген, ойға келмеген нығметтерге жетсем екен деп аңсап қалады да. Ал бір адам болады күнәһар, кеудесінен жан шыққан кезде жан алып берсе, ей лас рух, шық Аллахтың ашуына дейді. Бұл білсеңіздер ең бақытсыз сәс. Ең бұндай сөзді Аллах естіртпесін. Аллахтан жатсаңыз да тұрсаңыз сұраңыздар, кеудемнен жаным шыққанда Аллахтың періштелері: ей күнәһар, лас рух деген сөзді естіп қалып жүрмейін, Құдайым деп сұраңыздар. Бұл ең жаман нәрсе. Ең қиын ауыр сөз болады. Одан кейін ар жағында ешқандай жақсылық күтіп тұрмағанын өзіңде біле бастайсың. Міне ол күні бір жүздер қияметтің күнінде нұрланады, нығметке толы, жайдарлы, қуанышты. Оларға алдынан жақсы үміт етіп бол, Раббылар риза болған, күнәларын кешірген. Лиса иха радия, келесі аятқа қатты көңіл бұрыңыздар. Олар дүниеде өздерін асқан, істеген амалдарына риза дейді. Жәннатқа құр арманмен кіре алмайды екенбіз. Ол дүниеде Аллахтың ризалығын табайын деп істеген амалдарына риза екен да. Жәннатқа намазсыз кіру қиын екен. Амал керек. Олар айтып атқан жоқ Аллах Тағала. Олар лиқаулихим радия, сөйлеген сөздеріне риза деп атқан жоқ. Бізде мұсылманбыз ғой, Құдайдың бар рас, жүрек иман жүректе болса бопты деген сөзіне риза демейді. Лисаиха, асқан, ұмтылған амалдарына риза болады да. Ай, қандай жақсы болды, намаз оққаным. Оразам қандай жақсы болды. Мешітке барған қадамдарым қандай жақсы болды. Әрбір мешітке барған қадам біз байқамаймыз ғой.